Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы әріпті өрнектегі әріптің мәні. Бүгінгі сабақта әріпті өрнектің сандық мәнін тауып үйренесің. Оқулықпен жұмыс. Әріпті өрнектегі әріптің орнына сан қойып, өрнектің сандық мәнін есептеуге болады. Әріп әртүрлі сандармен өрнектелуі мүмкін. Мысалы қарайық, 3 қосу y, яғни y-тің орнына біз 5 деген санды қояйық. Ендеше 3 қосу 5 тең болады 8. Келесіне қарайық, есепте дейді. Қараңыздар, бізге берілген өрнек 4 қосу а өрнегі берілген. Енді аның орнына бірінші 2-ні көрейік. Ендеше 4 қосу 2 болады. Енді аның орнына 5-ті қояйық. Онда 4 қосу 5 болады. Келесіне қарайық. Б-ның орнына 6-ны қояйық және 1-ді қояйық. Сонда жазамыз. 9 азайту 6. Енді Б-ның орнына 1-ді қояйық. 9 азайту 1. Келесі тапсырма. Әр үйде қанша қонақ бар? Қарайық, бірінші қызыл үйге қарайық. Неше қонақ бар екен? Ол үшін мұна y қосу 3 деп тұр ғой. Y-тің орнына сол жолға баратын қандай? Y-тен 5-ке, енше 5-ті қоямыз. 5 қосу 3 тең болады 8. Сонда қызыл үйде 8 қонақ бар. Келесі сары үйде Y-тің орнына 0-ді қоямыз. 0 қосу 3 тең болады 3. Сары үйде 3 қонақ бар. Келесі үйді қарайық. 3 санын қоямыз Y-тің орнына. Сонда 3 қосу 3 неше болады? 6. Сонда бізде мынау үйде қанша? 6 қонақ бар. Келесі үйді қарайық. Бұл жерде Y тең 6-ға. Ендеше 6-ны қоямыз. 6 қосу 3 тең болады 9. Жасыл үйде бізде 9 қонақ бар. Келесі үйді қарайық. Y тең 2-ге. 2-ні қоямыз. 2 қосу 3 тең болады 5. Мынау бізде күлгін түсте 5 қонақ бар. Келесі көгілдір үйді қарайық. Көгілдір үйде бізде неше? Y-тен 7-ге. 7-ні 3-ке қосамыз. 10. Көгілдір үйде 10 қонақ бар. Келесі үйді қарайық. 4-ті қоямыз Y-тің орнына. 4 қосу 3 7 қонақ бар екен. Яғни соңғы үйді қарайық. 1-ді қоямыз Y-тің орнына. 1 қосу 3 4. Соңғы үйде бізде 4 қонақ бар екен. Келесі тапсырма шығарып көр. Барлық теңдіктегі x-тің орнына қандай санды қоюға болатынын анықта. Сонда сен шелекті суға толтыра аласың. Ендеше бірге кәнекей жазып көрейік. Бірінші 4 қосу 3. 4 қосу қандай санға қосқанда 7 шығады. 3-ке, ендеше 3 деп жазамыз. Келесіне қарайық. 7 қосу қандай санды қосқанда 10 шығады. 3-ке, дұрыс айтасыңдар. Және соңғысын қарайық. 13-ке қандай санды қосқанда 16 болады. 3. Ендеше оқушылар, мынау бірінші біздің құдықтағы шелек нешеге тең екен x? 3-ке тең екен. Енді екінші құдықты қарайық. Оннан қандай санды азайтқанда 5 шығады? 5-ті азайтқанда, екіншісін қарайық. 8-ден қандай санды азайтқанда 3 шығады? 5. Және 20-дан қандай санды азайтқанда 15 шығады? 5. Ендеше екінші құдықтағы шелек бізде нешеге тең екен? 5-ке тең екен. Жарайсыздар балалар. Келесі тапсырмаға қарайық. Орындап көр. Әріпті өрнектегі А әрпінің орнына кез келген санды қой. Енді оқушылардан сандарды көріп тұрсыздар. Кез келген бір санды қояйық. Мысалы 20-ны қояйық. 20 қосу 0 тең болады неше? 20. Не шықты? Санның өзі шықты. Енді бала қалай ойлайсың? Неліктен? Яғни бұл жерден бізде ереже шығаруға болады. Сонымен 20 қосу 0 тең болады 20. 20 азайту 0 тең болады 20. Енді 17-ні қойып көрейік. 17 қосу 0 тең болады 17. 17 азайту 0 тең болады 17. Яғни сол санның өзі шығады. Ендеше ережеге қарайық. Есте сақта.
Кез келген санға нөлді қосқанда сол санның өзі шығады. А қосу 0 тең болады А. Яғни егер 20 қосу 0 болса 20 шығады. Кез келген саннан 0-ды азайтқанда сол санның өзі шығады. А азайту 0 тең болады А. Мысалы 18 азайту 0 тең болады 18. Келесі соңғы тапсырма бұрандаларды бұра. Бұрандадағы әріптің орнына қандай санды қоюға болады? Әр бұрандаға сәйкес келетін кілтті тап. Оларды сызықпен қос. Бірінші бұрандаға қарайық, Б азайту 80. Енді Б-ның орнына қандай санды қоюға болады? 90, 40 немесе 20. Яғни қандай? Дұрыс айтасыздар, 90. 90 деген кілт келеді екен. Келесіні 30 азайту С. Қай кілтті қоямыз? 40 па әлде 20 ма? Дұрыс, 20. Жарайсыздар балалар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.